Қайырлы күн достар, сіздерге бүгін рекассаны қалай ұрамыз сол жайында видео түсіретін боламын. Соңына дейін менімен болып каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге менде қазір оплатите услуги ОФО деп тұр. Бүгін 1 ноябрь болғаннан кейін төленбеді әлі. Сол үшін осылай шығып тұр. Бізге позиция дейміз. Чек басу үшін бірінші добавить. Жерге не сатылды бізде бүгін, сол товардың атын жазатын боламыз. Мысалға мен торт, медовый торт дейміз, қанша количество, қанша сатылды, солын жазамыз. Неге 2 штук деп жазамын мен. Бағасы 3,5-нан саттым. Мына жерде итог деген жерге автоматым біз 2 штук торттың бағасын 7.000 теңге деп шығарып берді. Мына жерге скидка қоятын болсаңыздар, мына жерде процент, скидка теңге. Өздеріңіз білесіздер, егер қоям десеңіздер, просто мына жерде біз қазір 10% скидка қоятын болсам, мына жерде итог азайды, 10% қысқарылды, 6300 теңге деп тұр. Мен скидка қоймаймын, сразу добавить жасылды басамыз. Енді міне 7000 теңге шығарып берді. Егер осыған тағы бір чекке 2 товарды қосатын болсаңыздар, тағы да мына жерде позиция тұр ғой, добавить деген кнопканы басамыз. Бұл жерге тағы не сатылды? Мысалға, вупипай торт дей саламыз. Қанша штук? Количество 1 штук деп жаза салам мен. Стоимость 5500 теңге. Итог неде шықты. Скидка қойсаңыздар да болады, қоймасаңыздар да болады. Мен скидка қоймаймын. Енді мына жерде добавить деген жасыл кнопканы басамыз. Міне бізде бір чекке 2 товар ұрылды. Енді карта емес, бұл жерде наличный деген басамыз. Міне екеуі 12500 теңге болды. Енді далее. Продажа 12500 теңге. Осы жасыл кнопканы басамыз. Міне бізге чек шығарып берді. Егер клиентке жіберем десеңіздер, міне чекті міне WhatsApp арқылы, кез келген тартып алу арқылы, SMS арқылы жіберуге де болады.